Келесі тақырып массалық үлес. Массалық үлесті формула арқылы анықтауға болады. Ол үшін ең алдымен молекула массасын табу керек. Мысалы бізде N2O5 деген молекула берілген. Оның массасын табу үшін не істейміз? Ол үшін әр атомның атомдық массасын, мысалы азоттікі 14, индексіне көбейтеміз. Оны 2-ге көбейтеміз демек. Оған қосамыз келесі атомдарды, дәл солай. Оттектікі 16 көбейтілген 5 болады. Сонда молекулалық массасы 108-ге тең деген сөз. Екінші қадамында керек элементтердің массасын табу керек. Демек, әр элементтікін бөлек-бөлек. Бізде бұл жағдайда азот және оттек бар. Әр қайсысын табатын болсақ, бөлек алып есептейміз. Демек, азоттікі 14 көбейтілген 2, 28 болады. Оттектікі 16 көбейтілген 5, 80 шығады. Үшінші қадамында элемент массасын молекула массасына бөлу керек. Бізде негізі массалық үлес осылай омега деп белгіленеді, және астыңғы бұрышына қандай элемент бойынша анықталып жатқаны жазылады. Азот бойынша табатын болсақ, 28-ді 108-ге бөлеміз. Сонда 0,2593 шығады. Оттектікі дәл солай 80 бөлу 108, 0,74, 07 шығады. Төртінші қадамда осы массалық үлестерді пайызға айналдыру керек. Ол үшін жай ғана екеуін де 100-ге көбейту керек. Көбейткен соң бізде азоттың массалық үлесі 28-де 93% шығады, ал оттектікі 74,07% шығады. Жалпы бұл нені білдіреді? Қараңыз, егер біз N2O5 деген заттан 100 кг алатын болсақ, демек ішінде 25,93 кг азот болады, және 74,07 кг оттек болады деген сөз. Массалық үлес соны көрсетеді. Енді керісінше жасап көрейік. Массалық үлес арқылы формуласын анықтап көреміз. Ол үшін бірінші қадамда массалық үлестерді атомдық массаларына бөлу керек. Тура сол массалық үлестерді алып көрейік. Демек, осы массалық үлестерді атомдарының массаларына бөлеміз. Біз формуланы білмейміз, сол үшін индекстер де бізге белгісіз. Демек, жай ғана бір атомның массасын ала береміз. Сонда азоттікі 25,93-ді бөлеміз 14-ке 1,85 шығады. Оттекте 74,07-16-ға бөлсек 4,63 шығады. Екінші қадамда шыққан сандардың барлығын ең кішісіне бөлеміз. Арасындағы екеуінің кішісі 1,85. Демек, екеуінде сол 1,85-ке бөлу керек. 1,85-дің өз-өзіне бөлсек 1 шығады, ал 4,63-ті бөлетін болсақ 2,5 шығады. Осы жерде егер екі санды бүтін болса, бірден формуланы жаза алатын боламыз. Бірақ бұл жағдайда бізде 2,5 деген сан бар, демек бүтінге келтіру керек. Үшінші қадам сол. Осы екі санды бүтін сандарға келтіру керек. Ол үшін жай ғана көбейтеміз. Нешеге көбейтетінімізді қараймыз. 2,5-ті 2-ге көбейтсек жеткілікті. Оның біреуін ғана емес, екеуін де бірдей санға көбейту керек. Екеуін де біз 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде шығады 2 және 5. Енді төртінші қадамында осы алынған сандарды сәйкес элементтердің индекстері етіп жазсақ болады. Демек, бізде азот бар, иә? Азоттың индексі осы табылған сан, демек 2 болады. Оттек бар. Оттектің индексі осы табылған сан 5 болады. Сәйкесінше формуласы N2O5 деген сөз. Осылайша біз массалық үлес арқылы формуланы да құрастыра аламыз.